Мен Ержігітова Айткүл Сабыр қызы Қостанай облысы Амангелді ауданындағы білім беру ұйымында хореограф болып жұмыс жасаймын. 2019 жылдан бері Гүлдерай бишілер ұжымында жетекшілік етемін. Әр мамандықтың өзінің қиындығы бар, менің мамандығымда қиындығы өте көп. Кішкентай балаларды би өнеріне дайындап, оларды тәртіп пен талапқа үйрету үлкен жауапкершілік. Менің жаныма жақын жанр ол қазақ билері және де халық билері. Менің ең бірінші оқушыларға қоятын талабым ол тәртіп және еңбек. Өзімнің алға қойған мақсатым қай істің болмасын өнуіне 3 түрлі себеп бар. Ол еңбек, тәртіп және білім. Шәкірттеріме қоятын ең бірінші талабым ол көрерменмен жұмыс жасау және сахнамен жұмыс жасау. Ол жерде яғни балалардың харизмасы, әр биде әртүрлі харизманы көрсету, техниканы көрсету және де менің жұмыс тәжірибемде көптеген жаңағы конкурстарға қатыстық осы уақытқа дейін. Менің айтатыным оқушыларда сахнада өнер көрсету ол бір бөлек, ал конкурста өнер көрсету ол бір бөлек. Конкурстың билері ол әрине күрделі, жанр жағынан болсын, техника жағынан болсын. Және де менің оқушыларға тағы бір үйрететін дүние ол образ. Яғни сахнада қандай бидің болмасын образын көрсете білу. Біз қазіргі таңда халық билері және современный, яғни заманауи билермен көбірек жұмыс жасаймыз. Нәтижелі еңбек ету үшін барыңды саласын. Күн-түн демей, уақытпен санаспай, бар күшімізді жұмсаймыз. Бірақ еңбегің нәтижелі болып, жүлделі орындарға ие болғанда, барлық ауыртпашылық артқа қалып, қиын сәттер бір-ақ сәтте ұмытылады. Балалармен жұмыс жасау мен үшін өте қызықты. Әр оқушыға жекелей көңіл бөліп, олардың жүрегінен жол табу менің жұмысымның бір мақсат міндеті деп білемін.